мәшһүр көбейіп атамыздың кесенесі. Отырған төбенің басында. Музейі. Қонақ үй басында. Мынау да қонақ үй. Анау қонақ үй дегендей орын алып, ішінде асханасы бәрі бар. Келіп түнеуге болады. Басында байланыс, жарық, су бәрі бар. Кештеу кеп қалдым енді. Елге алыстағы ниет етіп, зиярат етіп келем деп жүрген адамдарға айтып атқаным ғой. Енді Астана қаласынан Екібастұз қаласына дейін 307 шақырым. Келу болады. Сосын Екібастұздан атамыздың басына дейін нақты айта алмайым, бірақ 80 шақырым болатын шығар. Одан аспайды. Жол асфальт. Еш қиналмай келесіз, егер ниет етіп келем деп жатсаңыздар. Атамыздың басындағы мына баспалдақ. Мына баспалдақ. Атамыздың өмір сүрген жасымен қойылған саны бір. Бұлай атамыздың жазбалары жазылған. Айна осындай тастар қашалып, айнала кесененің бәріне мініп баратқан кезде де айнала кесенесіне өсиет сөздері жазылған. Әр сөзінде ғибрат бар. Айналасында ағайын туыс жегжаты. Жатыр. Қазір төбеге шыққанды көрсетем. Енді ішіне кіргенде видеоға түсірмей қойайын. Сыртынан көрсетейін сіздерге мен. Баянауыл Қызылтау өскен жерім. Кірім жуып, кіндігім кескен жерім дейді. Атамыз. Жылы 12 ай. Басынан кісі аяқ үзілмейді. Мына жерде осы жерде жатқан аруақтардың есімдері, ата-тектері жазылған. Сіздерге көрсетейін. Сырттан келетін адамдар. Жарықта көргенде болса еді. Кесенесі. Арнайы адамдар аттерлетіп Қазақстан түкпір-түкпірінен келіп өтеді. Шетелдіктер де келіп атады. Зиярат етіп. Кішкентай болмай жүрген адамдар Алладан кішкентай сұрайды. Міне, сондай жетінім ескелді. Ескелді деп айтады. Міне, ана отырған жаңа гостиницасы, мына жағын сол жағындағы мұражайы, музейі. Мына отырған шағын, ана отырған палатка, асханасы, onlar жағында қазан ошақ бәрі бар. Осы жерде бәрін жасап, өзіңізбен бірге алып кетіп отасыңыз. Осындай. Арай осыдан қарасаңыз, Баянауылдың жолына қарай шығады. Анау жерде сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Атамыздың
үйі бар. Үйі, бұлағы, бір бөлмелі үйі бар. Осындай. Қазір кішкене кісі аяғы басылған екен. Әйтпесе көктем шыға жазда кісі қарасы көп болады. Келіп жүргендер өздері біледі, бірақ сырттағы ағайын, алыстағы ағайын қалай келеміз, қалай жетеміз деген азаматтарға айтып отқаным. Егер ниет етіп болсаңыздар. Жақсы, амандық болсын. Ниет еткен адамдардың тілегі Алла қабыл етіп, оқыған дұғаларын қабылдыққа жазсын. Бір бөлме бер жағында, әр жағында атамыз жатыр. Кесенесінің ішінде. Еңкейе кіріп шыққанда тағы сол артын бермей алдымен шығады менен адамдар сияқты. Тәртіп сондай бұл жерде. Құрбандық шалады адамдар келген. Кешкілік жабылады екен. Жауып отыр ма? Ішінен жауып отыр ма?